Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздерге өте дәмді, хош иісті, жұп-жұмсақ болып пісетін аталуының өзі ерекше армянская птичка деп аталады. Шын мәнісінде не себепті олай аталуын білмеймін. Егер сіз біліп жатсаңыз, міндетті түрде комментария бөліміне жаза кетіңіз. Құрамы қол жетімді, дайындау жолы сәл басқаша, балды торттың бір түрі. Ең алдымен торттың қамырын дайындаймыз. Ол үшін ыдысқа су құйып, отқа қойып қайнатамыз. Оның үстіне бөлек ыдыс қойып, қант саламыз, сары май саламыз. Сары майдың температурасы маңызды емес. Осы массамызға бал салып, масса бір келкі болғанша жақсылап лопатканың көмегімен араластырамыз. Қажетті ингредиенттердің мөлшерін міндетті түрде описание бөлімінде жазып қалдыратын боламын. Достар, сіздерге видеом пайдалы болса, лайк басып, каналыма тіркеліп, қоңыраушаның белгісін басып қойыңыз. Массамыз бір келкі болып, сары май мен қант ерігенше осылай үздіксіз араластыратын боламыз. Енді осы массамызға тұз саламыз. Ас содасын салып, барлығын бір келкі болғанша үздіксіз араластыра береміз. Массамызды дәл осындай процеске дейін су моншасында үздіксіз араластырып ұстаймыз. Осы ыстық массаға 4 жұмыртқаны салып, жұмыртқа пісіп қалмайтындай тез-тез жақсылап үздіксіз араластырамыз. Массамыз бір келкі осылай жақсылап араласып болғаннан кейін оттан түсіреміз. 5-7 минут аралығында массаны сәл ғана суытамыз. Енді осы массамызға електен өткізілген ұнды бірнеше бөлікке бөліп, қамырымызды илейміз. Бастапқы кезде массамыз осылай ыстық болғандықтан силиконды лопатканың көмегімен илейміз. Ұнды мөлшерден тыс көп салмауға кеңес беремін. Себебі ыстық масса өзіне ұнды сіңіре береді. Балды торттың қатты болып қалуының себебі де осыда. Қамырымыз қоюласа бастаған кезде осылай силиконды коврикқа немесе дастарханға түсіріп, силиконды лопатканың көмегімен төменнен жоғарыға қарай қайырып отырып, қамырымызды илесек өте жақсы болады. Осымен біздің балды қамырымыз дайын, қолға жабыспайтын, жұмсақ, сондай күшті тесто болып шықты. Енді осыны пакетке салып, жарты сағатқа холодильникке жібереміз. Менің қамырым холодильникте 40 минут тұрды. Бағанағы жұмсақ күйінен кішкене қатып, өзінің формасын ұстайтындай болып тұр. Енді осы қамырды теңдей 8 бөлікке бөліп алдым. Сіз өзіңіз жасайтын торттың формасымен бөлуіңізге болады. Қамырдың бір бөлігін алып, пергамент қағазына қоямыз. Сәл ұн себеміз. Ұн себудің көп қажеті жоқ, себебі өзі оңай жайылады. Осы балды торттың бір ерекшелігі қамыры жұп-жұқа болып, әрі оңай жайылады. Менің тортымның пішіні 4 бұрышты болғандықтан осылай мен пергамент қағазын алып тұратындай етіп, 4 бұрышты етіп жайып аламын. Және керекті пішінде осылай оқтаудың көмегімен жақсылап кесіп аламын. Жайылған қамырымыз міндетті түрде жұқа дастарханның келесі беті көрінетіндей жұқалықта болу керек. Сол кезде ғана торт өзіне кремді жақсы сіңіріп, жұп-жұмсақ үлпілдек болып шығатын болады. Қызып тұрған пеште 160 градуста верх-низ режимінде 5-7 минут аралығында пісіреміз. Жайылған қамырымызды осылай шанышқымен тесіп шығамыз. Корждарымыз осымен барлығы пісіп шықты. Сап-сары, әдемі, хош иісті болып шықты. Енді торттың кремін дайындайтын боламыз. Вареная сгущенкамен бөлме температурасындағы сары майды миксердің көмегімен жақсылап бір келкі өзінің формасын ұстайтындай етіп миксерлейміз. Сары май мен сгущенка бір қалыпты болып араласқан соң миксерді ең жоғарғы жылдамдығына қоямыз. Ыдыстың шетіндегі кремдерді силиконды лопатканың көмегімен жинай отырып миксерлейміз. Крем дайын болды. Осындай қою өзінің формасын жақсы ұстайтын крем болуы керек. Енді тортты жинаймыз. Торт жылжып кетпес үшін ыдыстың астына осылай сәл крем жағып, корждарды теріс қойып жинайтын боламыз. Бір коржға 3 қасық ас қасық кремді салып, бір келкі етіп жағып шығамыз.
Достар, сіздерге видеом ұнаса, лайк басып, каналыма тіркеліп, комментарийға өз пікіріңізді жаза кетіңіз. Келесі коржымызды қойып, үстінен жақсылап басатын боламыз. Ең үстіңгі коржды осылай дұрыс жағына қаратып жаятын боламыз. Және кремді жақсылап біркелкі етіп жайып аламыз. Осы дайын болған тортты холодильникке 8-12 сағатқа қойып аламыз. Менде торт холодильникте бір түн тұрды. Торттың жан жағын мен сияқты әсемдемеймін десеңіз, видеода көрсетілгендей түзулеп кесіп алып тастауға болады. Торттың кремі бойына жақсы сіңген, жұп-жұмсақ, оңай кесіліп тұр. Дайын болған тортқа мен зеркальный глазурь құятын боламын. Ол үшін таза ыдысқа какао, қантты салып, венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Үстіне су құйып, орташа отта қайнататын боламыз. Глазурьді үздіксіз араластыра отырып дайындаймыз және күйіп кетпеуін қадағалайтын боламыз. Егер глазурь күйіп кетеді деп қорықсаңыз, видеода көрсетілгендей мен сияқты оттан алып қайта қойып, солай бірнеше рет қайталай отыра жасайтын боламыз. Глазурь қайнауға жақындап, буы шыққан кезде сұйық май қосамыз. Глазурь өте тез дайын болады, сондықтан үздіксіз қасынан кетпей араластырғанымыз дұрыс. Себебі асты жабысып кетсе, қышқыл дәм татып кетеді. Оттан алған соң осылай күйіп кеткен немесе какаоның дұрыс араласпай қалған жерлері болса, ситадан өткізіп алғанымыз дұрыс. Менде бірақ жақсы дайын болды, ешқандай комок, ештеңе болған жоқ. Дайын болған зеркальный глазурімізді торттың бетіне осы жылы күйінде жағып шығамыз. Зеркальный глазурь жағу міндетті емес, егер қалауыңызша Қазақстан шоколадын ертіп құйсаңыз да болады. Осы зеркальный глазурьді жағып болғаннан кейін мен үйдегі бар жеміс-жидекпен, ягодалармен әсемдеп шықтым. Өзіңіздің қалауыңызша әртүрлі қылып әрлей берсеңіз болады. Осымен біздің жұп-жұмсақ, хош иісті тортымыз дайын болды. Енді жақындарыңызға, балаларыңызға шаймен ұсына берсеңіз болады. Қараңыздаршы, өте ерекше жұп-жұмсақ болып шықты. Сіздермен бірге Ұлданай. Келесі видеода кездескенше сау болыңыз.